Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен мерекелік дастархандарға арналған салаттың рецептісін бөлісетін боламын. Астында тұрған подписация кнопкасын басып, менің каналыма тіркеле кетіңіз. Ең алдымен қызып тұрған майымызға осылай картоптарымызды жуып, тазалап, үккіштен өткізіп алатын боламыз. Барлығын осылай қуырып, майда қуыратын боламыз. Сарғыш түске енгеннен соң осылай алатын боламыз. Бізде бұл картофель пай, бізде әдемі және де салаттың ішіне қосатын боламыз. Осылай картоптарымыз осылай қызарып және де қытырлақ болып пісуі қажет. Келесі бізде 4-5 дана жұмыртқамызды алып, осылай өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша кубик немесе осылай соломка түрінде кесіп дайындап алсаңыздар болады. Артынша 4 қызылшамызды да суға пісіріп қайнатып аламыз. Бұны да өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турап дайындап алатын боламыз. Бұл салат өте витаминге бай, сондықтан да міндетті түрде аптасына 1 рет осылай жасап тұрыңыздар. Келесі бізде осылай картофель пайдың жартысын ғана қосатын боламыз. Қалған бөлігін салатымыздың бетін әрлегенге қолданатын боламыз. Және де осылай 200 грамм жүгері қосатын боламыз. Артынша шым-шым тұз және де укропымызды сеуіп араластыратын боламыз. Барлығын салып болғаннан соң мөлшерінше майонезімізді де қосып араластырып салатымызды ұсынуға дайындайтын боламыз. Міне осылай сіздерде 5 минуттың ішінде жасап көріңіздер, өте дәмді және де витаминді салаттардың бірі. Мерекелік дастархандардың кезінде осындай немесе алдағы келе жатқан жаңа жыл мейрамында осы салатты дайындап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Бізде соңында осылай картофель пайдың қалған бөлігін осылай бетіне әрлеуіне қосатын боламыз. Және де жүгерінің бөліктерін осылай әдемі етіп қоссаңыздар болады. Достар, егер де сіздерге видео рецепт пайдалы болса, лайк басып, астына комментарий қалдыра кетіңіздер. Және де менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписация кнопкасын басып тіркеле кетіңіздер. Сіздермен болған Балнұр Тұрманова, ас болсын!